Nursultan Назарбаев қазір мен хат жазғанмын. Сіздің отан алғыс қалма көрерман, біздің отан Маңғыстауда тоналған деп. Ал енді бұл мәселе етенеге тимесе ел шырайы бұзылмас, бетегесі тимесе бел шырайы бұзылмас. Біздің шырайымыз бұзылды. Мен оны жақсы түсінем. Мен сіздердің сүйегіңізден, жүрегіңізден, тілегіңізден жаралдым. Егер маған сенсеңіздер, ал енді қоятын талап. Біліп отырмыз, естіп отырмыз. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев елдің арасына келіп, осы мәселемен тікелей айналыссын деймін. Екі парламент тарап, шынайы сайланған бір парламент қалу керек. Дұрыс! Қытаймен жасалған шарттар қайта қаралу керек. Сонымен бірге Тыңдайық, отырып! рухани дүниелік қазынасы өзімізге қайтып келу керек. Қазақтың маңдайына жазған, несібесіне жазған. Сонымен бірге 30 жыл бойы аяғымызда шұлған болған қасиетті тіліміз тұғырына міну керек. Дұрыс! Әлемнің ең бай тілі 10 миллион сөз қоры бар қазақ тілін 30 жылда тұғырына қондыра алмаған біздің ең сорлылығымыз. Егер қазақтың тілі орнына тұғырына қонса, онда осы мәселенің бәрі шешіледі. Біз осыны талапты түрде талап етейік. Және бәрін заңменен, бәрін өзіміздің адал жүрегімізбенен қиянаттан тыс, ешкімге қиянат қылмай, осыны адал ниетімізбен шешейік. Біздер міне өліп талып осыншама халық бір тілекте жиналып тұрмыз. Бірақ ортада қиянқылықтан, кесірліктен, кесепаттан Алла аман сақтасын бізді. Алты алаш түгел түркі, қазақ бәрі бір ананың баласы. Сондықтан қазақты алаламай, бір жүрекпенен Қазақстанның болашағы үшін көркейтіп, ертең осы топырақтан алтын заман басталады, алтын заман. Сол заманның әрқайсыларын аймаңда ерлерін айналыңдар. Мына ел басқарып отырған азаматтар бұлардың да жаны отқа өртеліп тұр, оны білем. Бұлар да халықпенен бірге жансын жүректері.